Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Айгерім. Бүгін өте жұмсақ балды тортты әзірлейтін боламыз. Менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен балымызды ерітіп аламыз. Және оның үстіне 1 шай қасық ас содасын қосып, осындай көпірген реакция пайда болу қажет, және оттың астын жай қоямыз. Үстіне сары майды салып, ерігенше араластырып аламыз. Осындай масса пайда болу қажет. Және таза құрғақ ыдысымызға жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне жарты шай қасық тұз және 1 пиала қантымызды қосамыз. Миксердің немесе осындай комбайнның көмегімен араластырып аламыз. Осындай ақ масса пайда болу қажет. Енді жаңағы балымыздың массасын біртіндеп қосып шығамыз. Бірден қосуға болмайды, аз-аздан қосып араластырып аламыз. Енді массамыздың үстіне ұнымызды бөліктерге бөліп, тағы да араластырып шығамыз. Бірден қоспаңыздар, бұны да бөлікке бөліп қосыңыздар. Массамыз жақсы көтерілу үшін. Және осындай қоймалжың масса пайда болады. Енді пергамент қағаз төселген формамызға 1,5 ожау құйып, оны жайып шығамыз. Үстіне ұн сеуіп, ұнды көбірек себу қажет, қолдың көмегімен жайып шығамыз. Өте жұқа етіп жайсаңыздар, жақсы көтеріліп шығады. Дәл видеодағыдай жасаңыздар. Осындай көлемде болды менде, және 5 корж шықты. Енді тортымыздың кремін дайындайтын боламыз. Қаймаққа сгущенка және жарты пиала қантымызды қосып араластырамыз. Бұл қарапайым кремдердің бірі. Немесе өз қалауларыңыз бойынша басқа да кремдерді қолдансаңыздар болады. Креміміз дайын болған соң формамызға қамырымызды жинап, арасына кремді жағып шығамыз. Және бетіне ұнтақ ретінде печеньені үгітіп сепсеңіздер болады. Міне тортымыз осындай болды. Және жанына да печеньені сеуіп шығамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте керемет және жұмсақ болып шығады. Сіздерге ас болсын. Және де менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.